Айналамызды қараңдар. Табиғатты қараңдар. Құрметті қазағым, біздің қолымызда. Осыны сақтап қаламыз ба, айырыламыз ба? Қазағым деп айтып жатырмын. Әдейі айтып жатырмын, қазақстандық емес, қазағым деп айтып жатырмын. Құрметті қазағым, сіздерге түсіндіру қажет жоқ деп ойлаймын. Ол АЭС жайлы әр қазақ, мен ойлаймын, жүрегімен сезіп тұр қандай қауіп әкеле жатқан осы АЭС. Қандай қазаққа, қазақтың жеріне, қазақтың еліне қандай зиян болатын әрқайсымыздың жүрегі сезіп тұр. Сол қазақтың жүрегі ғана ертең аңырап жылайтын. Бірдеңке болса, тағы да үлкен апат болса, Арал сияқты, Семей сияқты, сондай бір үлкен катастрофалар болса, аңырап жылайтын қазақтың жүрегі. Сондықтан бәріңе айтатын, ертең алтысына референдумға барғаны дұрыс деп ойлаймын. Қалай болса да, үкімет ол дауыстарымызды дұрыс санамайды, фальсификация жасайды, өтірік жасайды, провокация жасайды. Оның бәрі бір жақта біздіңіміз парызымыз, біздіңіміз азаматтық борышымыз. Ертең ар жаққа барған кезде де бір сұрақтың біреуі осы болуы мүмкін. Болмаса, ертең бәрі өзгергенге өзгереді. 100% беремін, бәрі өзгереді, билік те өзгереді. Дұрыс адам келеді, қазақты басқарып, қазаққа жол көрсетіп, дұрыс жолға әлі шығамыз. Оның бәрі ашылады, оның бәрі шындық, ақиқат, бәрі ашылады. Сол кезде немереңіз, балаңыз, шөбереңіз алдыңызға келіп, сізден сұрайды: ата, апа, осы кезінде 24 жылға мына бәленің бәрі басталып атқан кезде референдум болған екен. Сол кезде 60-70% соны қолдапты деп шығарған еді сол кезде. Неужели сіз де соны барып, соны қолдадыңыз? Апа, қараңызса не болған, қазір осылай деп шығып жатыр. Сіз де соны қолдадыңыз ба деп сұраған кезде, сол кезде немереңнің көзіне тіке қарап: жоқ балам, мен уақытысына бардым, мен қарапайым адаммын, қолымнан келгенше істедім, даусымды АЭС-ке қарсы бердім. Оны санады, санамады, енді сондай болды. Бірақ мен өзім тірлігімді, өзім кішкентай бір тамшы үлесімді мен осы тірлікке салғанмын деп әрқайсымыз айта алатындай болайық. АЭС-ке қарсымыз, бәріміз тірлігіміз бар, уақыт жоқ, бала-шаға, жұмыс. Бірақ 2-3 сағатты уақытымызды бөліп, референдумға барып, қарсы дауыс берейік. Бәр қолымызда мынау табиғат қалсын, әдемі Қазақстанымыз, сау Қазақстанымыз қалсын. Қолымызда мына тас пен ағаш емес, әдемі жайнап тұрған сап-сау Қазақстанымыз қалсын, қазақтың елі. Сол үшін міндетті түрде барып, АЭС-ке қарсы дауыс берейік. Ассалаумағалейкум ағайын. Бір-екі күннен кейін елімізде үлкен саяси шешімнің қорытындысы шығады. Ол АЭС салуға референдум қорытындысы болмақ. Одан кейін біздің еліміз қандай бағытқа өзгеретін, қандай жүйелік жұмыстар болатын белгілі болады. Менің ойымша осы референдумдан кейін бектен басқаратын үкімет отставкаға кетуі де мүмкін деген өзімнің тұжырымым бар. Себебі Бектеновтің жұмыс істеуі халыққа ешқандай бір жақсылық әкелмеді. Бұл шындық. Сондықтан да айтайын дегенім, ертеңгі референдум біздің ұстаздар қауымының төл мерекесімен тура келіп тұр. Сондықтан да ұлағатты ұстаздарды құттықтай отырып, ішіндегі көпке топырақ шашпаймын, ішіндегі ұрыс ұстаздарда
дәл осы күнді бір қаралымға айналдырмаса екен деймін. Халықтың нақты берген дауысын нақты санап, шынайы бір шындыққа қарсы бір қадам жақындатсаңыздар, біз үшін сол үлкен бір жақсылық болар еді. Сондықтан да енді ол бәрімізге белгілі, сайлауда пачкілеп бюллетень салып беретін ұстаздар, оны санайтын да ұстаздар, оның қорытындысын шығаратын ұстаздар. Сондықтан да дәл осы мерекені бір ұлттың болашағына балта шабатынға айналдырмасаңыздар дұрыс болар еді. Халық өз таңдауын жасап, шындығынан шын ақпарат берілсе, қанша халық келді, қаншасы дауыс берді, қаншасы қолдады, қаншасы қолдамады. Ұстазымызды, ұлттың болашағын өсіріп отқан 30 жылдық тарихымыз бар. Жаңа Қазақстанда жаңалыққа осындай бетбұрыс жасады деп ойлаймын. Басқа күні қойғанда да дәл сайлау күні ұстаздар ұрлыққа бармаса екен деген тілегім бар. Жалпы ұстаздар қауымын шын жүректен құттықтай отырып, ұлттың болашағы да, мемлекеттің болашағы да сіздердің қолдарыңызда деп ойлаймын. Аман болайық ағай. Достар, естеріңізде ме? Осы біраз жыл бұрын Германия, Европаның атом электр станцияларынан шыққан отходтарды қазақтың жеріне апарып көмуге рұқсат алып, содан жыл жауып қойды ғой деймін, ел қарсы болады деп. Сондай масқара болған. Естеріңізде ме? Радиоактивный отходты біздің жерге көмбекші болған европалықтар. Біздің билік халықтың наразылығынан қорқыты ма? Әйтпесе біздің билікке бір 10 шақты миллион долларды қолына ұстатасың, құп мәйлі дейді ғой. Ал енді біздікілер радиоактивный отходты қай Европаның мемлекетін апарып утилизировать етейін деп отыр екен. Сол маған қызықты. Қай мемлекетке апарады екен? Ол енді болашақ ұрпаққа сол атомный отходтарды қалдырамыз да гора қылып. Бізде мына уран рудасын өңдейтін завод бар ма? Завод жоқ ау деймін. Бізді бәрін Ресей әкетіп жатыр ғой деймін. Олардан твердый топливо күйінше қайтадан сатып алуымызға тура келеді. Мен білетін қазақ болса атом электростанциясында қателіктер көп болады. Ұрлық, тонау, коррупция көп болады. Онан кейін біз дүниежүзілік атом энергиясын, атом өнеркәсібін зерттейтін ұйымнан штраф аламыз да отырамыз. Жауапты тастауы мүмкін. Қауіпсіздік оларға қажет. Атом өнеркәсібінде сенің берген взяткаң оларға қызық емес. Сондықтан соны ойластыру керек мына билікке. Бізге инженерлер де жоқ, ядерный физиктар да жоқ.